Мәссаған менің күшім азайып қалды. Қазір сондықтан қаланы бәрін ақтарып шығуым керекпін. Кек алушылар менің күшімнің бәрін тартып алды ғой. Базар жоқ, мен енді күшсіз осындай жай ғана бірінші ойында таныс болып жүрмін. Бірақ мен өз күшімді қайтсем де тартып алуым керекпін. Бірақ ол үшін не істесе болады екен? Мына қаланы қайтадан өз қолыма қайтарып алуым керек. Болмаса мына қаланы мен басқара алмаймын ғой. Сондықтан күшімді қайтсем де жинауым керекпін. Так, мына жер не болып жатыр? Көмектесіңдер, кім бар? Мәссаған, мынау Стрэндж ба? Мына кек алушылардың ішіндегі Стрэндж емес па? Мәссаған, Стрэндж мұнда не істеп жатыр? Түсінбедім. Жігіттер, жіберіңдер мені. Жабауызды, қазір біз сені жеп қоятын боламыз, Стрэндж. Мәссаған, мына шынымен де Стрэндж екен. Сонда базар жоқ, ол Стрэндж мына монстрлар қақпанына түсіп қалған сияқты ғой дейме? Мәссаған, ондай болса мен мына Стрэнджге көмектесейін, болмаса мына монстрлар шынымен де Стрэнджді жеп қояйын деп тұр ғой. Қазір дубинкамды аламын да. Мәссаған, базар жоқ, сендердің көздерін құртатын боламын. Қазір міне біреуін құрттым, енді қалған екеуін де құртатын боламын. Сен кімсің, не істеп отырсың? Мына Стрэндж біздікі, қазір оны жеп қоятын боламыз. Қазір сендердің көздерін құртатын боламын. Жігіттер, сендер не Стрэнджға тиісіп қоясыңдар ма? Стрэндж тек қана менің дұшпаным. Жігіттер, сендер вообще кімсіңдер? Базар жоқ, сендердің осылай көздерін құртатын боламын. Базар жоқ, міне үшеуін де көздерін құртса, мына дубинка шынымен өте мықты екен. Бірақ менің өзімнің бұрынғы күшім болатын болса, мына 1 секундта айтып тастаушы едім, бірақ мына дубинкамен ұруға тура келіп тұр. Стрэндж, давай тұра бер, болды. Не осы 3 монстрдың көзін құрттым. Мәссаған, сен таныстың ба? Базар жоқ, сен маған не үшін көмектессің? Екеуміз дұшпан емеспіз бе? Дұшпанбыз, бірақ мына монстрлар шынымен де жаман екен. Сондықтан сені құтқардым. Себебі мына монстрлар сені жеп қояйын деп жатыр, бірақ сен тек қана менің дұшпанымсың ғой. Мен ең мықты жауызбын. Мәссаған, сен шынымен де мықты екенсің, бірақ сен таныс, сенің күшің азайып қалыпты ғой. Сен дубинкамен жүрсің ба не? Дубинкамен жүрмін, себебі менің күшімнің бәрін кек алушылар тартып алды ғой. Базар жоқ, ондай болса мен саған рахмет ретінде саған күш берейін. Сөйтіп сен осы күш арқылы өзіңнің костюмдерін көтере аласың. Мәссаған, сонда сен маған күш бересің бе? Саған күш беремін, сен мені құтқардың ғой. Сондықтан қазір мен саған өзімнің сиқырлы күшімді беремін да, сөйтіп осы сиқырлы күшпен сен ақша жинап өзіңнің костюмді көбейте аласың. Базар жоқ, сонда мен өзімнің костюмді ақша арқылы көбейте аламын ба? Базар жоқ, шынымен де мен өзімнің бұрынғы қалпына қайтып келе аламын ондай болса. Давай, Стрэндж, ондай болса маған өз күшіңді бер. Қазір жақында мен саған қазір өз күшімді беретін боламын. Мәссаған, базар жоқ, мен шынымен де өзімнің күшімді көбейтіп алдым ғой. Базар жоқ, емат, Стрэндж, рахмет саған. Базар жоқ, мен өзімнің кәдімгідей 2-ші уровеньдегі костюмді аштым ғой. Оқасы жоқ, көрдің ғой, мен саған өз күшімді бердім. Енді сен ары қарай өзің бұл костюмді дамыта бер. Енді мен кеттім, өз жұмыстарымды жасай берейін. Шынымен де мықты екен. Базар жоқ, мен өзімнің бұрынғы күшіме қайтып келген сияқтымын, бірақ бұл жай ғана 2-ші уровеньдегі костюм. Сондықтан мен бұл костюмді ары қарай дамытуым керекпін. Ол үшін ақша жинау керек деп тұр ма? Бірақ ақшаны қайдан жинаса болады екен? Базар жоқ, қызыл костюм киіп алып мықты болып кеттім. Базар жоқ, енді мен тағы да ақша жинау керек. Енді қанша ақша жинау керек екен? Маған енді $1000 жинау керек сияқты ғой дейме? 3-ші уровеньдегі костюмді ашу үшін. Ол үшін мен қазір $1000 қайдан тапсам болады екен? Мына жерде жұмыс бар ма екен? Әлде банктан алсам екен? Жоқ, банктан алсам кек алушылар қайтадан келуі мүмкін. Сондықтан мен басқа жұмыспен айналысуым керекпін. Қазір мына жерде қаланың бәрін ақтарып көрейін. Қаланың ішінде бір жұмыс бар шығар. Сондықтан соны іздеп кәдімгідей өзімнің 3-ші уровеньдегі костюмді ашуым керекпін. Енді не істесе болады екен? Бүкіл қаланың бәрін аралап шықтым, бірақ ешқандай да жұмыс тапқан жоқпын. Қазір мына құрылысшыларға барып көрейін. Мүмкін құрылысшылардың ішінде жұмыс табылар. Қазір мына жерде барып қайтайын. Так, мына жерде полицейский мырза тұр ма? Мында не істеп тұр полицейский? Қазір барып қайтайын. Көмектесіңдер, кім бар? Мәссаған, полицейский көмек керек болып тұр ғой дейме? Ассалаумағалейкум, полицейский мырза, не болып жатыр? Түсінбедім. Мәссаған, мына құрылысшылардың бәрін елестер басып алды. Ана жерде құрылысшылардың бәрін елестер ұстап жатыр. Енді оларға ешкім көмектесе алмайды. Базар жоқ, не істесе болады? Мәссаған, сонда ана құрылысшыларды мына жап-жасыл елестер басып алған дейсің бе? Дәл солай. Олар құрылысшылардың бәрін заложник қылып ұстап жатыр. Олардың бәрін жиіндеп жатыр. Сондықтан сен көмектесе аласың ба? Егер көмектесетін болсаң, мен саған $1000 беретін боламын. Мәссаған, сонда ана құрылысшылардың бәрін ұстап жатыр дейсің бе? Жарайды, аға, ондай болса мен құрылысшыларға көмектесейін. Давай, көмектес. Мен осы жерде тұрамын, сен давай елестердің бәрін көзден құрт. Жарайды, нәзір, менің қазір өз қаруымды алайын. Так, мына жерде көрмей тұрған кезде өз қаруымды алып алайын. Сонда мына елесте құрылысшылардың бәрін ұстап алған дейсің бе? Базар жоқ, сонда полицейскийдің күші жетпеген сияқты ғой деймін, мына елестердің бәрін айып ұстауға. Мына жерде шынымен де көптеген елестер бар екен. Базар жоқ, мыналар шынымен де мықты сияқты ғой деймін. Сондықтан өзіме ең мықты қаруымды алайын. Міне, базар жоқ, мен өзіме ең мықты қару жарағымды алдым. Мынандай лазер, мына лазермен шынымен елестердің бәрін спокойно өлтіретін сияқты. Қазір енді елестер, сендер жауап беретін боласыңдар. Елестер, мәссаған, базар жоқ, қазір сендердің көздерін құртатын боламын. Мәссаған, елестер қашып жатыр ғой, менен қорқып кетті ғой дейме? Қазір сендер ешқайда қаша алмайсыз, себебі мен сендердің көздерін құртатын боламын. Так, мына жер елестердің бәрі жиналған сияқты ғой дейме? Қазір мыналардың да көздерін құртатын боламын.
мына елесті шынымен қорқақ екен ғой, өзінен мықты келсе сразу қашып кетеді. Бірақ мен қазір мына елестен бәрін көзден құртам. Ема құрылышта мына жерде тұр екен ғой. Базар жоқ, елестен бәрі қашып кетті ғой деймін, және менің қару-жарағымнан қорқып. Мәссаған, мына елестен мені ұрып жатыр ғой. Базар жоқ, мыналар шынымен де өздерінің күштерін жинап алған сияқты. Қазір бұлардың да көзден құртатын боламын. Так, жігіттер, сендер қазір осы үшін жауап беретін болсыңдар. Мына жерде қанша елестен, мынандай елестен ұртсаң, так мына елес мені ұрып жатыр ғой дейме? Сен кімсің? Қазір сенің көзің ұратын боламыз. Сен не істеп жатсың? Біз мында өте көппіз. Сен жалғызсың, сондықтан біз сені қазір айтып тастайтын боламыз. О, қазір елес сенің де көзден ұратын боламын. Мәссаған, базар жоқ, мына жерде елестер шынымен де өте мықты ғой. Қанша атсам да тірілеп еді. Мынау мені қайттан ұрып жатыр. Қазір мында өз күшімді жиналайын деп былай атып тастайын. Так, елес мына жерде біреу тұр екен. Қазір келесің. Мәссаған, базар жоқ, мен елестен бәрін көздерін құртып тастаған сияқтымын. Мына жігіттер қорқып кетті ғой дейме? Болды, жігіттер, тұра берсең деп жатырмын. Мына жерде елестен бәрін көзден құртып тастадым. Базар жоқ, сен шынымен де елестен бәрін көзің құртсадың ба? Иә, мен елестен бәрін көзін құртсадым. Қараңда, мына жерде елестер сендегі теседі, бірақ енді мен көзден құрттым. Мәссаған, сен мықты екенсің. Базар жоқ, ондай болса бізде тұра берейік. Мына елестер шынымен де өте жаман екен. Мәссаған, енді не істесе болады екен? Мына жердің бәрін құтқардым. Енді полицейскийге барып қайтсам екен, или өзі келе ме екен? Так, өзі келіпті ғой. Міне көрдіңіз ба, мына жерде призрактердің бәрін көзден құртсадым. Базар жоқ, сен кәдімгідей мықты екенсің. Мына елестен бәрін осылай әріп деп ойламаппын. Сондықтан давай мен саған $1000 берейін. Так, $1000 алдым, болды. Енді базар жоқ, рахмет аға, мен кеттім. Енді $1000-ға өзімнің 3-ші уровеньдегі костюмді ашатын боламын. Ол қандай болады? Қазір осы жерге кіріп ешкім көрместен мына жерде ашып алайын. Өзімнің 3-ші уровеньдегі костюм қандай болады екен? Ол мықты бола ма екен адан, әлде мықты болмай ма екен? Мәссаған, базар жоқ, менің 3-ші уровеньдегі костюм мынандай мықты ма? Базар жоқ, мына кәдімгі деуіп кеттім ғой мен шынымен де. Бағанағы костюмға қарағанда мына костюм өте мықты екен. Себебі қараңдар, мына костюм өте деу, мынандай бронясы бар екен. Мынаның қандай күші бар екен? Қазір көретін боламыз. Базар жоқ, мен кәдімгідей мықты болып кеттім ғой. Бірақ машинаға солып қалдым. Қазір тағы да қандай күші бар екен бұның? Мәссаған, мен шынымен де тез жүретін, флеш сияқты тез жүретін болып кеттім ғой дейме? Базар жоқ, қазір көретін боламыз. Бұның тағы да қандай күші бар екен? Мәссаған, мен ондай секір аламын. Базар жоқ, мен шынымен де халықтың күшін алып алған сияқтымын ғой дейме? Мына костюм шынымен де халықтың костюмына ұқсайды екен, бірақ бұндай күш бар деп ойламаппын. Қазір көрейік, бұл шынымен де осындай күшпен мен кәдімгі бүкіл қаланы бәрін аралап шығамын ғой. Базар жоқ, мен кәдімгі алыстан құлап түстім, бірақ ешқандай да зақым тиген жоқ. Бірақ мынау костюм өте мықты екен, шынымен де бронясы да мықты екен. Қазір мен енді 4-ші уровеньдегі костюмді ашуым керекпін. Оны ашу үшін маған енді $10,000 керек сияқты. $10,000-ды қайдан тапсам болады екен? Бірақ енді қазір қайтсем де мен өзімнің костюмді көбейтуім керекпін. Болмаса мен мына костюммен кек алушылармен шыға алмайтын сияқтымын. Сондықтан мен қазір өзімнің ең мықты костюмді жинап, кек алушыларды айырып тастап, мына қаланың бәрін өзім басқаруым керек. Мен саған қаланың бәрін ақтарып шықтым, бірақ ешқандай да ақшаны таппай жатырмын. $10,000 шынымен де өте көп ақша сияқты, бірақ оны табу үшін мен қайтсем де жұмыс істеуім керек сияқты. Себебі мен ешқандай ақша таппадым. Базар жоқ, мен не істесе болады екен? Қазір мен мына жақты көріп қайтпасам, мына жақта бір банкті тонаған дейме біреу, сондықтан мен оған көріп қайтайын. Мүмкін мен сол банктың ішіне ақша ала алатын шығармын. Қазір көретін боламыз. Так, мынау немене? Мәссаған, мына ақшама грузовиктің ішіне ақша салып қойған ғой. Базар жоқ, мына Супермен ғой деймін. Жоқ, бұл Супермен емес, бұл зұлым Супермен сияқты ғой. Мәссаған, шынымен де қолында ақшасы бар, банкті тонаған мынау сияқты ғой дейме? Ондай болса мен шынымен де қазір қарамай тұрған кезде ақшасын алып кетейін. Жігіттер, мен банктың бәрін тонадым, енді қазір ақшаны сендерге апаратын боламын. Сонда ақшаны біреуге апарайын деп жатыр ма не? Ондай болса қазір көрмей тұрған кезде мен машинасын мініп айдап кетейін. Қазір қарамай тұрған кезде шынымен де қарамай тұр ғой дейме? Телефонмен сөйлесіп жатыр, бірақ мен осы телефонмен сөйлесіп жатқан кезде мен қазір артынан машинаны алып кететін боламын. Тоқта, сен ақшаны қайда апарады? Тоқта деймін, қазір сен таяйсың, мен ақшамда кел. Мәссаған, шынымен де зұлым Супермен мені көріп қойды, бірақ мені қалай да болмаса ақша салып кеттім. Енді қазір тезірек кетіп қалайын, болмаса менің артынан келе жатқан сияқты ғой. Сондықтан мына жерге барып кетейін. Қазір ешкім көрмейтін жерге мына жерді тауып алып қайтайын. Мүмкін тауып алмайтын шығар. Мына шынымен зұлым Супермен өте мықты. Сондықтан мен қазір тезірек ақшаны қолданып тастаймын. Мына ішінде қаншама ақша бар? Базар жоқ, $10,000-дан көп ақша бар сияқты ғой. Мен қазір осы жерде мен өзімнің 4-ші уровеньдегі костюмді ашатын боламын. Ол 4-ші уровеньдегі костюм қандай болады екен? Қазір көретін боламыз. Ол мына костюмнан мықты бола ма екен, әлде мықты болмай ма екен? Қазір мен ол ақшаның бәрін өзіме тартып алатын боламын. Мына жерде тұрып, енді қазір мен 4-ші уровеньдегі костюмді ашатын боламын. Ол қандай болады екен? Мынадан мықты бола ма екен, әлде мықты болмайды ма екен? Мәссаған, мен өзімнің соңғы костюмді аштым. Базар жоқ, мен кәдімгідей мықты болып кеттім ғой. Мәссаған, менің костюм шынымен де өте мықты кеткен сияқты. Енді бұның қандай күші бар екен? Қазір көретін боламыз. Бұл не істеп екен? Мәссаған, мынау кәдімгідей мықты болып кеттім ғой мен шынымен де. Мен өзімнің бұрынғы күшімнен де асып кеттім ғой. Себебі менің андай
мықты күштен пайда болып бұның тағы да қандай күші бар екен? Менің камень бесконечности пайда болған сияқты ғой демек. Қазір бұны қолданып көрейін, бұның тағы да қандай күші бар екен? Саған менде шынымен бүкіл 6 каменнің бәрін өзіме қайтарып алған сияқты. Мені қазір бұл күшпен мен ең мықты өтетін боламын. Қазір сендерді осылай тасқа айналдыратын боламын. Саған шынымен тасқа айналдыратын боламын машинаны бәрін. Базар жоқ, бұның тағы да қандай күші бар екен? Саған мен шынымен өте мықты көрген сияқтымын, бірақ адамдарға тиіспей ақ қойым. Қазір мен өз күшімді бір басқа зұлымдарға тексеру керекпін. Әйтпесе мына қаланың бәрін мен басқаратын боламын, адамдардың бәрін тасқа айналдырмау керек. Бұның тағы да қандай күші бар екен? Тағы да көрейік, бұл не істей алады екен? Так, мына күш. Саған машинаны жоқ қылып жіберді ма? Шема базар жоқ, машинаны суға айналдырып жіберді ғой. Бұның тағы да енді қандай күші бар екен? Бір тағы да мынандай күші көрейік, не істей алады екен? Саған мен шынымен адамның күшін тартып аламын. Мына жерде күш бар сияқты ғой демек. Қазір мына күшпен мен адамды тірілте аламын. Саған мен шынымен адамды тірілттім, адамды өлтіріп тастап едім, қазір тірілттім. Енді мынау не істей алады екен? Саған мына лазерный пушка екен ғой, базар жоқ. Саған базар жоқ, портал аштым, порталдың ішіне машина шығып кеттім. Енді мен шынымен де бүкіл 6 камень бесконечностьпен мына қаланың бәрін ең мықтысы болып жүрмін. Енді мына қалада мені ешкім тоқтата алмайды, себебі мен осындай күшпен бүкіл әлемнің бәрін басқарамын ғой. Базар жоқ, енді мен ешқандай да кек-алыста тоқтата алмайды, себебі мынандай күшпен мен мына қалада ең мықты зұлымға айналып кеттім. Енді тезірек барып мына жерден шығып кетемін, әйтпесе мына жерде тұрып қалыппын шынымен. Мен енді қазір мына қалада не бар екенін көріп қайтайын. Базар жоқ, енді мен мына қаланың ішінде ең мықтысым ғой. Мына кіммен атака жасаған? Базар жоқ, мына жерде біреу тұр ма не? Саған Супермен ғой. Қазір мен Суперменнің көзін ұратын боламын. Бағана ақшаны ұрлаған үшін менің артыма келген сияқты ғой дейме? Қазір бірақ Супермен мен сенің көзін ұратын боламын. Қазір маған жақында алмай тұр ғой. Саған мен көзін ұрған сияқтымын. Таныс, сен не қалай мықты күнгесің? Сен не? Камень бесконечности жинағансың ба не? Мен жинадым, бірақ саған бұл ешқандай көмектеспейді, себебі мен сенің көзін ұртамын ғой. Базар жоқ. Саған Супермен шынымен өте мықты екен, бірақ қазір Суперменді айырып тастау үшін мен өзімнің мықты күштерін бәрін қолдану керекпін. Саған достар көрдіңдер ме? Мен Супермен жоқ қылып жібердім. Базар жоқ, мен Суперменге бүкіл 6 каменнің бәрін қолданып едім, болай. Саған мен Суперменді бір секундтың ішінде жоқ қылып жібердім. Базар жоқ, мен андай мықты болды деп ойлаппын. Саған маған кәдімгі жақындағанның бәрін осылай төбеге шығып жатырмын. Бұның тағы да қандай күші бар екен? Саған мен шынымен бүкіл әлемнің тірі жандарын жартысын құртқан сияқтымын. Мен шынымен де өте мықты көрген сияқтымын. Енді мен ешқандай да кек алушыларды тоқтата алмайды, себебі мен кәдімгі жақындаған сайын осылай бәрі бұзылып сынып жатыр ғой. Мынандай мықты болады деп ойлаппын. Ал достар, міне видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписываться басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.